Кенет оның алдына қайдан жыртып алғаны белгісіз, кім шимайлап тастағаны түсініксіз, күңгірт мәтінге толы ескі парақтар келіп қонды. Мұжылған парақтың ескірген бетінен өмірдің исі де, өлімнің табы да, мәңгіліктің ізі де шалынар емес. Ашу мен налаға булыққан ызалы қолы белгісіз парақты отқа лақтырды. От оны қабылдамады. Ыза мен күйік кернеген кеудесі қақ айырып топыраққа тастады. Топырақ оны танымады. Су ағызбады. Уақыт есіркемеді. Қайдан жыртып алғаны белгісіз, күңгірт мәтінге толы ескі парақтың келесі беті жауған қарадай жап-жарық болып шықты. Қарулы қолдар қаһарын төккеніменен қақ айыруға қуаты жетпеді. Отқа тастауға дәрмені бармады. Күңгірт мәтін мен жарық парақтың тербелісінен енді су теріс ағатын сынды, уақыт кері жанатын сынды. Бұл өлеңнің бір ерекше жазылу тарихы бар деп, осы өлеңнің жазылуына ерекше бір дүние әсер етті деп, құпиясы бар деп ашық айта алмаймын. Өлеңді неге жаздым, қалай жаздым, не айтқым келді, оның да басын ашып бере алмайтын шығармын. Мүмкін өлеңнің құндылығы да осында шығар. Өлеңнің, өмірдің бір мәні біз адамның өзін табуы, өзін тануы, ақиқатқа талпынуы, шындықты іздеуі деп білеміз. Біз күткен үміт, біз күткен аңсар, біз іздеген арман, біз іздеген ақиқат. Ол мәңгілік қозғалыстағы өмірлік, мәңгілік қозғалыстағы және тірі дүниеде, тірі ағза. Егер ол өлі болса, оған барудың да қажеті жоқ, сондықтан оған жететін жол, оған бастайтын жол шытырман. Сол жолда біз адасамыз, сол жолда біз күресеміз, сол жолда біз өзімізді табамыз, өзімізді жоғалтамыз, өзімізден жиренеміз. Сондай бір жанның арпалысындағы, сондай бір жанның күйзелісіндегі, тербелісіндегі көбелектің қанатындай бір дірілден туған әуен болу керек бұл өлең.